Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қиярдың пайдасы туралы керемет ақпарат қозғайтын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Қиярдың құрамында күндік қажеттіктерден болған көптеген витаминдер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш бар. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тамырға пайдаланады. Ал енді қиярдың пайдаларына келетін болсақ, біріншіден, ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Екіншіден, артық салмақтан арылуға көмектеседі, өйткені оның құрамындағы ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Үшіншіден, шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайдан немесе сусыннан да өте жақсырақ. Келесі, көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісіктерінің пайда болу қаупін төмендетеді, сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен диабетик қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге де болады. Ол үшін бір тілім таңдайдың арасына 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілімін жеу керек. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге де болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдерін кесіп алып, бөлмеге қойылады. Одан басқа аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге де болады. Шұңғылша, яғни раковинамен айналар тазалау үшін де бір тіліммен ысқылауға болады. Құрт-құмырсқаға қарсы бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағаз, яғни фольгаға немесе топыраққа қоюға болады. Сонымен қатар, бұны жеуге болмайтын жағдайлар бар, яғни қиярды асқазанында жоғары қышқылдығы бар, асқазан және 12 елішек жарасы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге бөртпе шығу секілді белгілерін байқаған болсаңыз, ол аллергия болуы әбден мүмкін. Ол кезде сіздерге қиярды жеуге болмайды деген сөз. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қиярға мән беріңіз. Қиярдың құйрығына қараңыз, ол серпінді болуы керек. Егер қиярдың түк дәні болмаса, онда көптеген зиянды заттар бар болуы мүмкін. Сары дақтарда нитраттың көп мөлшерін білдіреді. Химикаттардың көп мөлшері қиярдың қабығына және оның екі ұшына жиналады. Сондықтан оның қабығын ашып, екі ұшын кесіп тастаған жөн. Әрине, егер қиярды басқаша өзіңіз өсірсеңіз, онда қабығымен жеген пайдалырақ. Бүгінгі ақпаратымыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер де видео ұнаса, арнамызға жазылып, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.